Қазақ жыраулары өздері өмір сүріп отырған қоғамның белсенді қайраткерлері болды. Олар қазақ қауымының әлеуметтік саяси өміріне тікелей араласып, өз дәуірінің ойшылы, философы бола білді. Қоғамдық әлеуметтік ұғымдарға анықтама беріп, олар туралы салмақты тұжырымдар жасады. Жыраулардың соңына ала рухани өмірдің жүгін көтере келген ақындар поэзиясы да белгілі дәрежеде өмір мен өлім, жақсылық пен жамандық, жаратылыс туралы ұғымдарды пайымдаған поэтикалық құнды дүниелер ретінде рухани қазынамызды байытты. Жыраулар толғауларында дүниенің жаралуы, оның құрылымы туралы танымдық ая бірнеше сатыдан түзелетінін көреміз. Олардың бірінші дүниені жаратушы туралы болса, келесісі дүниені заттық, рухтық тірегі болып табылады. Ақын жыраулар дүниетанымда дүниені жаратушы күш Алла, яғни дүниені тану. 15-18 ғасыр аралығында қазақ даласында қазақтың ақын жыраулары өмір сүрді. Қазақ ақын жыраулардың шығармаларындағы көптеген тақырыптардың бірі бұл халықтың ұлттық санасын ояту, халықтың адамгершілік қасиетін, ұлттық санасын ары қарай жаңғырту мақсатында болды. Қазақ даласында жыраулық мектептер Маңғыстау жерінде және Сыр елінде болды. Маңғыстау еліндегі бұл тіл таңбалы адайлар деп аталады. Сыр елінде сыр сөйлеулері деп аталады. Бұл екі мектеп өзінің жыраулық поэзиясында көптеген шығармалар жарыққа шықты. Мәселен, Шалкиіз жырауды айтуға болады, Доспамбет жырауды айтуға болады, Тұрмағанбет Үстілеуов, Шады Төре Жаңгерұлы, Қаблиса жыраулары тағы басқаларын айтуға болады. Бұл жыраулардың негізгі мақсаты, негізгі принциптері халықтың ұлттық рухани иммунитетін қалыптастыру, өзге идеологияға, өзге отарлау елдің саясатына жем болмайтындай, өзіміздің ішкі дәстүрлі діни танымды, өзіміздің ішкі ұлттық болмысымызды дамыту мақсатында болды. Баяғы кеңес үкіметі уақытысында ақын жырауларымыздың шығармалары көбісінде зерттеу объектісіне енген жоқ еді. Өйткені зерттеу объектісіне енбегендіктен бұл шығармалардың көбісі жастарға берілмей келді. Қазіргі уақытта бұл ақын жырауларымыздың шығармалары қазіргі уақытта біз ғылыми айналымға енгізіп, ары қарай да зерттеу, жастарымызға беру мақсатында біз ортақ жұмыс жасауымыз керекпіз. Әдебиеттану ғылымы саласында жыраулық поэзия, сопылық поэзия деген бағыттар бар. Ақын жырауларымыздың барлығы да діни білімдері жоғары болған. Олардың алған діни білімдері ишандық мектептерден білім алған, ахундық мектептерден білім алған. Ислам дінінің бүкіл бағыт-бағдарын, сенім мәселесін, фикх мәселесін, көркем мінез мәселесін, ихсан мәселесін барлығында жақсы діни сауаттанған. Ислам дінінде ихсан ілімі деген ілім бар. Бұл ихсан ілімі бұл адамзат баласының, мұсылманның ішкі жан дүниесін тәрбиелеу, оның ішкі жан дүниесіндегі рухани байлығын байыту. Міне қазіргі жастарымыздың дінге бет бұрып, өзге елдің идеологиясын жұтып жатқандар да бар. Жастарымыздың жат ағымға кетпес үшін қазіргі уақытта жастардың бойында дәстүрлі діни танымды қалыптастыру мақсатында өзіміздің ұлттық тарихымызды, рухани тарихымызды көптеп айтуымыз керекпіз, көптеп жазуымыз керекпіз. Міне ақын жырауларымыздың өздерінің жасаған еңбектері қазіргі уақытта өзінің өзегін жоғалтқан жоқ. Олжас Сүлейменов ағамыздың өзінің бір пікірінде жыраулар олар тек қана жыршылар ғана емес, сонымен қатар олар дана идеолог болған. Өз халқын өзінің атынан ерген олар жауынгерлік жыраулар болған. Міне жырауларымыздың бүкіл ұлттық рухани мәдениетін ары қарай да дамыту, ары қарай да жаңғырту мақсатында жүрекке әсер беретін, халықтың санасын оятатындай осындай жыршылық өлең шумақтарымен көркемдеп отырған. Міне Мұхтар Әуезов те өзінің бір пікірінде қазақ даласына ислам дінінің таралғандығын туралы айтып өтеді. Демек, қазақ халқы ислам дінін қабылдағанда ақындықты сүю себебінен болған деп айтуға негіз бар. Қазақ халқы өте өнерге жақын болған халық. Өнерге жақын болғандықтан діни уағыздарымызда сол уақыттарда өлең арқылы, өлең шумақ арқылы, жыршылық мектеп арқылы таралғандығын
білеміз. Міне осы құрғақ уағыздан гөрі бізге жақын болған осы жыршыларымыздың өлең шумақтары біздің жүрегімізге өте қатты әсер берді. Міне адамның ішкі жан дүниесін байыту, нәпсі құмарлығынан арылту, осындай ақын жырауларымыздың еңбегі өте зор болған. Қазіргі уақытта жоғары оқу орындарында, орта оқу орындарында, мектептерде ақын жырауларымыздың өмір баяндарын, шығармаларының қазіргі уақытта көптеп айтып, факультатив сабақ ретінде енгізуіміз керекпіз. Міне, ұлттық идеология деген ол өте күрделі мәселе. Ұлттық идеологиямызды жоғалтпас үшін біз тілімізді, дінімізді, мәдениетімізді, тарихымызды қазіргі уақытта жастарымызға көптеп айтып, рухани жаңғыру негізгі елбасымыздың мақаласының аясында жастарымызға біз көптеп мағлұматтарды, ақпараттарды беруіміз керекпіз. Жырау феномені арқылы дүниетанымдық өрісін кеңейтіп, имани-рухани негіздерін тереңдігін сақтап келген қазақ философиясының болмыс бітімі де байыппен қараған адамға күрделі құбылыс ақиқатын танытары сөзсіз. Қазақ жерін мекен еткен кез келген түркі ислам өркениетінің тұлғалары сөз басын ұлы Алланың құдіреттілігі туралы бастаған. Мысал келтіретін болсақ, ерте орта ғасырдағы ұлы тұлғалардың бірі ғұлама, ойшыл, мемлекетшіл, ақын Жүсіп Баласағұни. Ғұламаның құтты білік дастаны әлеуметтік философиялық трактат, әрі түрік дүниесінің алғашқы поэзиялық жазба кітабы болып табылады. Оның «Алла атымен бастадым сөз әлібін, жарылқаған жаратқан бір тәңірім, шексіз құрмет шүкірлік мыңда бір, ол мәңгілік хаққа лайық кіл қадір, жаратты ол жасыл көк, ай, күн, түнді, қара жер, ел, заман, уақыт бұл күнді, қалады да жаратты бар болмысты, бол деді де бәрін бірден болғызды» деген жыр шумақтарының терең философиялық ой, кең ауқымды дүниетаным, болмыс тәрбиелеудің діни бітімгершілігінен хабардар боламыз. Жалпы Жүсіп Баласағұнның әдеби мұраларына шолу жасаған кезде біз Жүсіп Баласағұнның көне түркі тілінде жазылған барша түркі тілдес халықтарға ортақ болып табылатын ең үлкен мол мұрасы, бұл әрине Құдату білік шығармасын айтпай өтуімізге болмайды. Себебі бұл шығарманы көптеген зерттеушілер өздерінің еңбектеріне арқау еткен. Ол зерттеушілердің еңбектерінде қарастырып отыратын болсақ, біраз зерттеушілер бұны саясат, мемлекет басқару ісі, немесе саяси жағдайларға жауап іздеген кезде оқитын керемет мол туынды деп тапса, кейбір зерттеушілер бұны таза әскери философиялық трактат ретінде қарастырып отырған жайлары бар. Жалпы енді әдеби жағынан қарастыратын болсақ, бұл Жүсіп Баласағұнның Құдату білік шығармасы әрине жалаң дүние емес, себебі мұнда біздің бабаларымыздың сан ғасырлар бойы армандап аңсап жеткен барша ой толғамдары, кең толғанысты дидактикалық ой толғамдарға толы біздің ата-бабаларымыздың сан ғасырлардан армандап келген бостандығы, тәуелсіздігі, елі жері деп, елінің жерінің не деген сүйіспеншілік деп айтсақ, артық айтқандық емес. Әрине, жырағының дариядай тасытқан, дархан даланың дарабоз даналарынан тараған біз қазақ бесіктегі баламызға да әуезді ән тербетіп, шынашақтай ұлымыздан шашбаулы қызымызға дейін осы тәртіп мәселесін, ел болу, азамат болу мәселесіне үлкен мән қойған болатынбыз. Енді жалпы бұл шығарманы оқып отырғанда біз мынандай төрт кейіпкерді кездестіреміз. Яғни бұл дегеніміз шығарманың негізгі принципі, дастанның негізгі принципі мынандай төрт идеяға негізделген. Бұл біріншісі осы мемлекетті басқарудағы қарақылды қақ жарған әділ заңның болуы. Енді бұл шығармада күн толды бейнесінде, яғни патшаның бейнесінде келеді. Әрмен қарай бақ дәулет, яғни елге құт қонсын, бақ дарысын деген мақсатта сол патшаның уәзірі ай толдының образында келеді. Әрмен қарай осы ақыл, білім, парасаттың кейіпкері ретінде Жүсіп Баласағұн
ұғдырмышты алады. Яғни ол шығарманың бойында ақыл туралы, ілім туралы, білім туралы өте ден қояды. Шығармада мәселен ақыл көркі тіл, тілдің көркі сөз, адам көркі жүз, жүздің көркі көз деп келетін осындай жолдар арқылы осы біздің ақылымыздың көркі тіл екенін Жүсіп атамыз осылай бейнелеп өтеді. Және осы төртінші кейіпкер ретінде Дәруіш бұл әрине Оғдырмыш бейнесінде келеді. Енді жалпы бұл шығарманы оқып отырған кезде бірден кейіпкерлері өздеріне баурап алады. Осы шығарманы әрмен қарай оқи түсуге талпынады жастар. Енді жалпы бұл шығарманың өн бойында еліміздің, жеріміздің, жалпы бабаларымыздың армандап аңсап кеткен философиялық ой толғамдары, мемлекет басқару ісіне қалай келуіміз керек деген сынды жауаптарды біз ала аламыз деген ойдамыз. Қарахандар дәуіріндегі деректерге сүйенсек, түркі дүниесі мәдениетінің гүлденіп, әлем өркениетімен байланысы өркен жайып дамығандығы көрінеді. Осы кезеңнің дарынды тума ойшылы Махмұд Қашқари өз кезегінде былай деп жырлаған: Алла соққан бұғалам шыр айналып дөңгелер, жұлдыздары жыпырлап, күн даударып түн келер. Алла аспанды жаратты, ақық сеуіп таратты, таразыны бар етті, күн даударып түн келер. Бір емді мақтаймын, білім жинап сақтаймын, жақсылықты жақтаймын, бар көңілімді бағыштап. Философ ғалым Бейсенов былай дейді: қазақтың би шешендері мен ақын жырауларының ой толғаулары сияқты қасиетті қазақ топырағында қалыптасқан ғақлиятты ой кешу үрдістерінің қайталанбас ерекшеліктеріне арқау болған рухани құбылыстар. Сондықтан да олар түбегейлі зерттеліп, бүгінгі күннің қажеттіліктерін өтейтін халық игілігіне айналдыру ісі кезек күттірмейтін мәселе. Біздің алдағы міндеттеріміздің бірі жастарымыздың көкірегінде үлкенге құрмет, кішіге ізет, кішіпейілділік қасиеттерін оятып, олардың бойында сенімділік, төзімділік, өзара сыйластық сезімін қалыптастыру болып отыр. Ұрпақтар арасындағы сабақтастық пен отан алдындағы парыз ұғымын жастар санасына сіңіру ұлттық дәстүрлер мен рухани құндылықтарының үйлесімділігін толыққанды қолдану қажет етеді. Әрине, ұлттық дәстүрден және ата-баба дінінен хабары бар жас өзінің ұлттық болмысы мен рухани дүниесін ата дәстүрі мен ана сүтімен сіңген тәлім-тәрбиені өмір бойы ұстанады. Ата-баба өсиеттері адамды тәрбиелікке шақырып, оны игі істерге жетелейтіні белгілі. Ұлттық тәрбиенің бір негізі діни мәдениетімізде жатыр.